Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында балмұздақ, яғни мороженое жасайтын боламыз. Магазинге қарағанда құрамы таза әрі арзан шығады. Ең алдымен бізге банан және сүт, блендер қажет болады. Бананды алдын ала мұздатқышқа 1-2 сағатқа қойып қойдым. Енді бірінші бананды блендер ыдысына салып, жарты литр сүт қосып, тағы да блендермен айландырып аламыз. Мінеке көріп отқаныңыздай балмұздағымыз дайын болды. Балаларыңызға ұсынсаңыздар болады, осылай ыдысқа салып. Балмұздағым егер ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басыпты ұмытпаңыздар. Қалған бөлігін осындай пластмас ыдысқа салып, морозильникке сақтасаңыздар болады 3-4 күн. Назарларыңызға рахмет.